Елімізде медицина саласының сапасы жақсарып, қарқынды дамып келеді. Оның ішінде Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу психикалық денсаулық орталығы құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны мекемесін тілге тиек еткеніміз жөн болар. Өйткені орталықта Қазақстан бойынша алғаш рет аутизмге шалдыққан, дамуы тежеліп, тұралап қалған балаларға арналған орын ашылмақ. Тұсаукесері қараша айының аяғына жоспарлануда. Мекеменің осы және өзге де өзекті мәселелері мен атқарылған істері, жоспарлары туралы және де елбасына төнген қауіпті індетті қалай еңсеруде толығырақ аталған орталықтың бас дәрігері білікті хирург Серік Мыңбаев баяндайтын болады. Психикалық денсаулық орталығы Шымкент қаласының осы өткен жылы 19 жылы наурыз айынан бастап қосылып, бұрын наркологиялық диспансер мен психиатриялық диспансер және де мәжбүрлеп емдеу спецгу деген мекеме болған, сол үш мекеме қосылып, соны қазір Түркістан облысы құрылып, Шымкент қаласы республикалық деңгейде статусын алғаннан кейін осы қалалық болып бөлініп шықтық біз. Бізде қазір 7 ғимарат орналасқанбыз. Біздің штатымызда 600-ден астам қызметкер бар, 460 төсек орнымыз бар, 14 бөлімше бар. Оның құрамында бүйтіп айтқан кезде психиатриялық бөлімшелер, ерлер мен әйелдердің балалар болып, сонымен мәжбүрлеу бөлімшесі бар, 60 төсек орын бар. 5 наркологиялық бөлімше бар, оның ішінде 1 әйелдер бөлімшесі, анонимді емдеу бөлімшесі бар, емханамыз бар, күндіз стационарымыз бар, және оңалту бөлімшесі бар. Тамаққа көңіл бөліп жатырмыз. Қазір біз 4 мезгіл тамақ беруге көштік. Ал болашақта тағы да мына пандемияға байланысты біраз кедергі туындатты, бірақ болашақта 6 мезгіл тамаққа көшірді деген. Ол деген таңғы ас, таңғы астан кейін полдник, одан кейін түскі тамақ, түстен кейін тағы полдник, кешкі тамақ, кейін жатақханада тағы бір мезгіл тамаққа сондай. Неге десеңіздер, бізге психотроптық заттар пайдаланғаннан кейін ол адамның ағзасын көбірек қозғайды да, адамның тәбетін қатырақ. Тек қана өзіміздің науқастардың жағдайын жасағаннан тыс, өзіміздің қызметкерлерді жағдайын жасағанымыз келмейді. Біз дефоплата деген дифференциалдық түрде жалақы төлеп жатырмыз. Қосымша тағы да бір маңызды мәселе осы біздерде қазір тестовый режимде біз аутизмге шалдыққан балалар, ақыл-ой кемдік балалардың дамуы тоқтап қалған балаларға арналған орталық ашып жатырмыз. Байқалса осының жаңағы тұсаукесер рәсімі осы біздің қараша айының аяғында біз ашу жоспарлап отырмыз. Оны қазір ресми түрде құжаттарын тіркесек, оны біз ашамыз. Ол да бір үлкен түрік деп ойлаймын. Ол біздің Қазақстанда жоқ зат. Қазақстанда бірінші осы өңірлерде бірінші біз мемлекеттік түрде тегін кепілдік түрде ашып жатқанбыз. Ақ халаттыларымыздың еңбегі мен жұмсаған энергиясының ең басты бағасы науқас адамға көрсеткен көмегі, яғни оны қоғамға қайта қосуы, өмірге деген құлшынысын арттыруы. Медицина қызметкерінің беделін көтеретін амалдар, терең білім, ауру адамды оның мәселелерін дұрыс және тез түсіне білу қабілеті. Осыған байланысты оның жылдам және толық сауығуына лайықты жол таба білуі. Ендеше елімізде осындай мамандар көп болсын деген ниетте алда психикалық денсаулық орталығынан жағымды жаңалықтар мен зор үміт күтеміз. Басты байлық денсаулығымызға немқұрайлы қарамай көңіл бөлейік.